Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жусайдан өте дәмді сигара бөрек жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқа саламыз. Және де кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды кішкене тындырып қойып, енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде жұмыртқа және кішкене дәміне қарай тұзбен бұрыш қостым. Кішкене сұйық май қосылған табада қуырып аламыз. Және де жусайдың бас жағын алып, ұсақтап турап, ыдысымызға саламыз. Және де жаңа қуырылған омлетімізді қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын, енді тынған қамырымызды илейміз. Жаюға оңай болу үшін мен қамырды екіге бөліп алдым. Және де жақсылап жайып, қатты жұқартпай, орташа етіп жайып аламыз. Мантының қамырына кішкене ұқсайды, және де мантының қамыры сияқты етіп кесіп аламыз. Осылай, видеодағыдай. Әр кесілген қамырымызға кішкене салмасын салып, екі жағын біріктіріп, осылай дөңгелетеміз. Және де арасы ашылып кетпеу үшін кішкене сумен сулап аламыз. Тағы да көрсетейін. Кішкене сулап жабыстырып қоямыз. Жасалу өте оңай. Енді қызып тұрған майда, орташа отта осылай барлық сигара бөрегімізді салып, екі жағын бірдей етіп, қызартып қуырып аламыз. Дайын болған сигара бөректі кішкене майлыққа майынан сорғытып қойып қоямыз. Біздің сигара бөрек дайын. Жасап көрсеңіздер болады. Менің каналымда бұдан да басқа өте дәмді, дайындалуы тез, қолжетімді заттармен көптеген тағам түрлері бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген тағам түрлерімен, тәттілермен бөлісетін боламын. Ас болсын.